Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мадина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен французша ет тамағының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі тез дайындалатын тағамдардың бірі. Ең алдымен табамызды майлап аламыз. Одан соң картопты мен алдын ала осылай доңғалақ етіп турап алғам. Соны орналастырып шығамыз. Үстіне тұз сеуіп, дәл видеодағыдай орналастырыңыздар. Майонез салатын боламыз. Щеткамыздың көмегімен осылай жағып шығамыз, бір қалыпты етіп. Бізге тартылған ет қажет болады. Алдын ала дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз бір ыдыста. Одан кейін тартылған етімізді дәл осылай видеодағыдай орналастырып шығамыз. Тағы да кішкене тұзын саламыз, дәміне қарай. Жуа салатын боламыз. Жуаны тартылған етпен бірге араластырып жесеңіздер де болады, немесе осылай орналастырсаңыздар да болады. Тағы да майонез жағып шығатын боламыз. Енді үстіне біздің осылай жіңішке қылып туралған помидорымызды саламыз. Яғни қызанағымызды салып шығатын боламыз, жақсылап орналастырып. Тағы да үстіне шым-шым тұз себеміз, және де майонезбен жағып шығатын боламыз. Енді біз осы табамызды 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минут пісіреміз. Мінекей осылай 35 минутта пісіп шықты. Енді үстіне осылай теркадан өткізілген ірімшіктерімізді салатын боламыз. Пешімізге 5 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің французша етіміз дайын болды. Иісі деген мұрын жарады. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Менен тағы да қандай рецепт күтесіздер? Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.